Фильм жас жұп, Иэн мен оның сүйіктісі Сэмнің жаңа жылды бірге қарсы алу үшін романтикалық демалыс жоспарлауынан басталады. Олар алда болатын қызықты сәттерді асыға күтіп, сапарға шығады. Алғашқы аялдамалары жол бойындағы қонақ үй, ол жерден олар саяхатқа керек заттарын алмақ. Алайда, Сэм көліктен шыққан кезде, жақын маңдағы жүк көлігінен үрген итке шошып оғаш жағдай орын алады. Бұл күтпеген оқиға Сэмнің көңілін күпті етеді, ал Иэн картаны қарап бағытты таба алмай әбігерге түседі. Осы сәтте жүк көлігінің иесі Герман олардың жанына келеді. Иэннің шатасып тұрғанын байқап, Герман көмек ұсынады. Иэн бұл мүмкіндікті пайдаланып, олардың демалыс кезінде бармақшы болған сарқыраманың бағытын сұрайды. Бірақ Герман оларға басқа бір орынды, Стоун Крик деген жерді ұсынады. Оны керемет демалыс орны деп сипаттайды. Бұл ұсыныс Иэн мен Сэмнің қызығушылығын оятады. Олар Германның кеңесіне еріп, Стоун Крикке жол тартады. Жолда келе жатып, Иэн бір оғаштықты байқайды. Герман олардың артынан өз жүк көлігімен еріп келе жатыр. Бұл түсініксіз жағдай Иэнді мазалап, ол аздап жол апатына ұшырай жаздайды. Бірақ көлікті қайтадан басқара алады. Герман оларды басып озғанда, Иэн жеңілдік сезінеді, және уайымы бекер болды деп ойлайды. Кемпинг орнына жеткенде, олар жақын маңда тұрған қараусыз көлікті көреді. Бұл көрініс жандарын түршіктіреді. Көліктің қорқынышты кейпіне қарамастан, олар оны елемеуге шешім қабылдап, сәл әрірек барып шатырларын тігеді. Олар табиғат аясында жақсы уақыт өткізуді жоспарлайды. Айналада тағы бір шатырдың тұрғанын байқап, олар оның иелері бір жақта серуендеп жүрген болар деп тұжырымдайды. Бұл жайт оларға аса әсер етпейді, және олар өз кемпингін жайғастыра береді. Шатыр тіккен соң, Иэн от жағуға отын іздеуге шығады. Орманда жүріп, ол кішкентай балаға тиесілі бас киімді тауып алады. Бұл зат оны таңдандырады, өйткені ол өте жас баланың бас киімі сияқты көрінеді. Мәнін түсіне алмаған Иэн бұл табылған затқа аса мән бермей, кері шатырларына қайтады. Осы уақытта фильм Герман мен оның інісі Чакты көрсетеді. Олар үрей туғызарлық кейіпте бейнеленген. Олар бір қызға шектен тыс назар салып, оны қырындап қарап отырады. Кейін ағайындылар жаңа жылды қарсы алу үшін барға барады. Онда олар басқа қыздармен араласады. Бірақ көңіл күй тез өзгеріп, қараңғы сипат ала бастайды. Чак сөйлесіп отырған қыздың жасырын түрде суретін түсіріп алады. Бұл әрекетті Герман байқап қалып, ашуға булығады. Әжетханада ол Чакқа тап беріп, оның телефонын тартып алып, жерге ұрып сындырады. Және бұндай әрекеттер үшін бұрын түрмеге түскенін ескертіп, мұндайға жол бермеуін талап етеді. Жаңа жылға санаулы минуттар қалғанда, бар ішіндегі ахуал шиеленіседі. Чак барған сайын агрессия танытып, бір қызға жабыса бастайды. Бірақ қыз оның әрекетіне қарсылық білдіріп, сөгіп кетіп қалады. Орманға оралсақ, Иэн түнде дәретке шығу үшін шатырдан шығып, жақын маңдағы шатырдан бір түрлі дыбыстарды естиді. Тексере келе, ол басқа біреудің шатырына шошқалар кіріп, тамақты шашып жатқанын көреді. Бұл көрініс оған басқа саяхатшылардың қауіпсіздігі туралы ой салады. Машинасын тексергенде, ол дөңгелегінің жарылып қалғанын көреді. Бұл оның уайымын арттыра түседі. Келесі күні таңертең Иэн дөңгелекті ауыстыруға кіріседі, ал Сэм заттарын жинай бастайды. Күтпеген сәтте, Сэм байқамай қалған жас бала оның артынан жүгіріп, сүрініп құлайды. Кейін Сэм шатырға қалған заттарды алуға оралғанда, ол өте таңқаларлық көрініске куә болады. Артынан еріп жүрген кішкентай сәби шатырдың жанында тыныш ұйықтап жатыр екен. Бала өте әлсіз әрі аштан қатқандай көрінеді. Бірнеше күн тамақ жемегендей. Мұны көріп шошынған Сэм дереу Иэнді шақырады. Иэн бірден жауап беріп, Сэмге медициналық қобдишаны алып келуді тапсырады. Ал өзі балаға көмектесуге кіріседі. Олар бірігіп, балаға барынша қамқорлық көрсетеді. Бала қауіпсіз болуы үшін, олар көлікпен кетуге шешім қабылдайды. Бірақ дөңгелектері әлі де жарамсыз. Сонда Иэн жақын маңдағы бір көлікті пайдаланбақ болады. Дәл осы кезде Чак машинасымен келіп, Германға аңға кеттім деген жазба қалдырады. Жазбаны оқыған Герман да кетуге шешім қабылдайды. Чактың әрекеттері қиындық тудыруы мүмкін екенін түсінген Иэн мен Сэм оның жанына барып, кішкентай баланы тапқандарын айтып көмек сұрайды. Баланың жағдайына қатты алаңдаған Чак оның отбасын Стоун Крикке қарай кетіп бара жатқанын көргенін айтып, Иэнмен бірге іздеуге баруды ұсынады. Ал Сэмді көлікте балаға қарауға қалдырады. Олар кетер алдында, Чак көлігінен мылтық алып шығады. Оның аңшы екенін осы сәтте аңғарамыз. Олар Стоун Крикке бет алады, бірақ барған бойда сұмдық көрініске тап болады. Жерге шашылып жатқан көптеген мәйіттер. Иэн бұл қорқынышты көріністен қатты шошиды. Сюжет 3 күн бұрынғы оқиғаларға ауысады. Бұл жолы басқа отбасы таныстырылады. Роб, Маргарет және олардың 2 баласы, Эм және Оли, Сэмнің артынан жүгірген сәби. Бұл отбасыда Иэн мен Сэм сияқты табиғат аясында демалу үшін осы аймаққа келген. Көріністе олардың кемпинг орнындағы бір күнгі тіршілігі бейнеленеді. Эм селфи түсірумен әлек, ал әкесі Роб барлық отбасыға тамақ әзірлеп жатыр. Кеш батып, отбасы от жағып, кешкі ас ішіп, тыныш табиғат аясынан ләззат алады. Отбасында сөйлесіп отырып, Роб отбасына осы аймақтағы жергілікті аңыздарды айтып береді. Әсіресе қауіпті саналатын жақын маңдағы Стоун Крик туралы әңгімелейді. Ол бұл жерде кей адамдар ұрланғанын, тонауға ұшырағанын, тіпті өлтірілгенін баяндайды. Эм бұл әңгімеден қатты шошып, сіресіп қалады.
Сонда Роб бірден бұл жай қалжың екенін айтып, жағдайды жұмсартуға тырысады. Тамаша кештен кейін отбасы ұйықтауға жатады. Келесі күні таңертең Роб пен Маргарет кішкентай Олиді алып, серуенге шығуға бел буады. Жолға шықпас бұрын, олар отбасылық суретке түсіп алады. Серуендеуді ұнатпайтын болғандықтан, кемпинг орнында қалады. Ол жалғыз қалып, телефонына үңіліп отырған кезде, артындағы бұталардың арасынан бір түрлі дыбыстар естиді. Бұл қорқынышты дыбыстар оны шошытып, көлікте ұйықтап қалуға итермелейді. Алайда, бұл тыныштық көпке созылмайды. Кемпингке бір қорқынышты жүк көлігімен Герман мен Чак келеді. Олармен бірге тордағы үрейлі ит те бар. Чак көліктен түсіп, тығылып жатқан машинаны тексере бастайды. Екі еркек те оған сұсты. Үрей тудыратын көзқараспен қарайды. Герман Чакқа қызға зиян келтіруді бұйырады. Бірақ Чак бұрын дәл осындай әрекеттері үшін түрмеге түскенін есіне алып, күмілжиді. Герман Мның шатырын тінтіп шығады, бірақ ол бос екенін көреді. Ал Чак әлі де Мге қадала қарап, көлік терезесін саусақпен тықылдатып, оны оятып жібереді. Қорқыныштан сіресіп қалған Чакты көріп, көліктен түсуге үзілді-кесілді бас тартады. Чактың агрессиясы үдей түседі, ол Мның шығуын талап етеді. Көмек шақыру үшін үрей мен көлік сигналын баса бастайды. Бұл шу оның ата-анасы Роб пен Маргареттің, сондай-ақ Германның назарын аударады. Олар көлікке қарай жүгіреді. Герман бірінші жетіп, жағдайды өз қолына алады. Мді тапаншамен қорқытып, көліктен күштеп шығарып алады. Сол сәтте Роб та келіп, қызын қорғауға тырысады. Бірақ Герман оны бір соққымен есінен тандырып тастайды. Ал Маргарет кіші ұлы Олиді шатырға қалдырып, көмекке ұмтылады. Ол Чакқа шабуыл жасайды, бірақ ол әйелді оңай басып тастайды. Орманға қарай қашып кетпекші болады. Бірақ Герман оны қарумен қорқытып, ұстап алады. Кейінгі кадрларда Герман мен Чак Робтың отбасына адам сенгісіз жауыздықтар көрсетеді. Роб қолынан ештеңе келмей, барлық жағдайды көріп тұруға мәжбүр болады. Осы тозақ сәттерінде Чак Мның телефонын қарап, отбасылық сурет көреді. Онда кішкентай ұл Оли бейнеленген. Олар Маркке, Маргаретке Олидің қайда екенін айтып беруін талап етеді. Бірақ ол үндемей қояды. Герман мен Чак азғын ойын ойнай бастайды. Олар Робтың басына консерві банкісін қойып, кезекпен атып көрмек болады. Роб қозғалып қалған соң, банка құлап түсіп, Чак оны еш аяусыз басынан атып өлтіреді, отбасының көз алдында. Кейін дәл сол ойынды Маркпен де қайталайды. Ол тым көп қозғалып кеткенде, Герман оны ұрып есінен тандырады. Ол жерде ес түсіп жатқанда, Герман нысананы дәлдеп атуды жаттықтыра бастайды. Чак оны мазақтап, дәл тигізе алмағаны үшін күлген соң, Герман ашуға булығып, Маркты кеудесінен атып тастайды. Содан кейін еш аяусыз Мның де басына оқ атып, оны өлтіреді. Осы жан түршігерлік әрекеттерден кейін Герман мен Чак шатырға барады. Олар Алиді табамыз деп үміттенеді. Алайда шатыр бос болып шығады. Али ата-анасын іздеп, орманға қарай кетіп қалған екен. Оны таба алмаған соң, екі еркек өз үйлеріне қайтады. Артында тек қайғы мен қасірет қалдыры. Алидің шатырда болмауы оқиғаның маңызды бұрылысы. Оның ата-анасын іздеуге кеткені Герман мен Чактан аман қалуына себеп болды. Алайда жағдайы әлі де қиын, ол қазір орманда жалғыз өзі. Оқиға қазіргі уақытқа қайта оралады. Чак енді Алидің отбасын өлтірген орын Стоун Крикке апарады. Олар келгенде Чак Марктың, Маргареттің денесі жоқ екенін байқап, оның әлі тірі болуы мүмкін екенін түсінеді. Бұл өздеріне төнетін қауіп деген белгі. Осы маңды тінтіп жүргенде, Чак пен расымен де Маргаретті кездестіреді. Алайда, өкінішке қарай, Чак оны атып өлтіреді. Бұл жан түршігерлік көрініске куә болып, Чак пен Германның қаншалықты қатыгез екенін толық ұғынады. Чак Ның ең қорқынышты күдігін растағандай болады. Олар Алидің отбасын өлтірген, және де өлтірмекші. Бірақ алдымен азаптаймыз деп ескертеді. Сол сәтте Сам Алимен бірге. Оларға кенеттен ашулы Герман шабуыл жасайды. Сам мен Али қауіпсіздік іздеп, көлікке тығылады. Бірақ Герман әйнекті сындырып, оларға жетпек болады. Бақытына қарай, бұған дейін Самға пышақ берген еді. Сам сол пышақты пайдаланып, Германды жарақаттайды да қашып кетеді. Герман ашуға булығып, артынан итіне бұйрық береді. Алайда ит жолда шошқаға назар аударып, Сам қашып құтылады. Осы сәтте Чак Германды деп қателесіп, оқ атып қояды. Герман жараланады. Алидің жылаған дауысын естіген Чак оның соңынан түсіп, Самды қуып жетіп, ұстап алады. Сол кезде Германның мылтығын пайдаланып, Чакты атып тастауды көздейді. Бірақ ол жақындап келе жатқанда жасырынуға мәжбүр болады. Чак жаралы бауыры Германға қарап күйзеледі. Алидің тоқтамай жылауы жүйкесіне тиіп, ол баланы Самнан жұлып алып, жерге лақтырып жібереді. Қатты ауырған Герман Чактан өзін өлтіруді сұрайды. Алғашында Чак қарсы болады, бірақ ақыры бауырының өтінішіне көнеді де, жүрегі ауырып, оны атып өлтіреді. Сюжет одан әрі шиеленіседі. Чак Самды ұстап алып, оны бұрын Алидің отбасына қастық жасаған жерге апарады. Қорқынышты сәтте ол Самға шабуыл жасағысы келеді. Бірақ кенеттен райынан қайтып, оны алып кетуді шешеді. Бұл кезде тірі қалған, Германның мәйітінен көліктің кілтін тауып алып, полицияға баруға бет алады. Осы сәтте Али орманда жалғыз қалады. Полицияға болған жағдайды айтып береді, және олар дереу Алиді, Самды және Чакты іздеуге кіріседі. Чак пен Сам жолда келе жатқанда, Сам оны алдауға тырысып,
көлікті ағашқа соқтырып, апатқа ұшыратады. Апаттан кейін Сам есін жияды. Бірақ рульге байланған күйде болады, ал Чак ізім қайым. Сам көмектен үміттеніп, көліктің шамын қосады. Бұл жарық жолдан өтіп бара жатқан полиция көлігінің назарын аударады, және офицерлер апат орнына келе. Иэн полиция көлігінен түскен кезде, офицер оны тоқтатып, екеуі бірге апат орнына қарай бет алады. Алайда бұл жол тағы бір қан төгілетін орынға айналады. Чак оларды тосып, оқ жаудырып, барлық офицерлерді өлтіреді. Осы атыс кезінде Иэн де оққа ұшырап, иығынан жараланады. Чак Сам мен Иэнді қарумен қорқытып, Самға көлікті жүргізуді бұйырады. Олар жолға шыққанда, Сам Алидің қайда екенін сұрайды. Иэн өкініп, Алиді орманда қалдырып кеткенін мойындайды. Көліктегі жағдай шиеленісе түседі. Құтылғысы келген Сам кенеттен газды басып, көлікті барынша жылдам жүргізеді. Чак қатты ашуланып, бәрі бақылаудан шығады. Көлік аударылып кетіп, Иэн есінен танып қалады. Сам мен Чак арасында жан үшін жанталас басталады. Сам сәтті пайдаланып, ауыр тасты алып, Чактың басына бірнеше рет ұрады. Ақыры Чактың басын жаншып өлтіреді. Осылайша Чактың сұмдығы мәңгі тоқтайды. Фильм соңында Сам мен Иэннің ауруханада ем алып жатқан сәті көрсетіледі. Олар басынан кешкен оқиғалардың физикалық та, психологиялық та зардабын көтеріп жатыр. Көрермен Алидің тағдырына алаңдайды, ол орманда жалғыз қалған. Алайда фильм үміт сәулесінде ұсынады. Германның иті Алимен бірге қалғаны көрсетіледі. Бұл адал жануар Алиге көмектесіп, оны аман алып шығуы мүмкін деген үміт туады.